Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Невзоровтар отбасы атындағы музей Абай әлемі және жолы атты жаңа көрмесін ұсынуда. Көрменің концепциясын, экспозициясын құрастыра бастаған кезде Абайдың туған жері, оны қоршаған табиғат, қандай адамдар болды Абайдың жанында, оның дарындылығын ашып ары қарай дамытуға не ықпалын тигізді, қандай кескіндемелік және графикалық жұмыстар осы тақырыпты ашады деген ойға келген болатынбыз. Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнер музейінің қорынан алынған кескіндемелік, зергерлік, графикалық жұмыстар Семей қаласының тарихи-өлкетану музейінің қорынан сәндік қолданбалы экспонаттармен толықтырылды. Біз өзіміздің әріптестерімізге үлкен алғысымызды айтамыз. Көрме Невзоровтар музейінің 5 залында 91 экспонатпен ұсынылуда. Қазақ халқының рухани өмірінде Абайдың өмірі, оның мұрасы ерекше орын алады. Әрбір ұрпақ оның шығармаларынан өзіне қызықты, маңызды дегенді таңдап алып, оны өнеге тұтып шабыт алады. Оның әрбір алдына қойған сұрақтары ақынның біздің күнде де көкейкесті. Абайдың өмірі, оның қай кезде тұрғаны Мұхтар Әуезовтің Абай жолы шығармасында, роман-эпопеясында жазылған. Бірінші залда сол роман-эпопеяға салынған иллюстрацияларды ұсынып отырмыз. Бұл иллюстрациялардың авторы Евгений Матвеевич Сидоркин. Сидоркин ең бірінші айтып кететін жағдай, ол Қазақстандағы ең үздік талантты графиктердің бірі. Романмен танысқан кезде суретші графика үшін өте шексіз бір мүмкіншіліктерді көрген болатын. Ол тек қана сипаттап қана қоймай сюжеттерді автормен бір бағытта болып, осы қазақ халқының тарихына деген, Абайдың лирикасына, философиясына және автордың концепциясына өзінің көз қарасын ыстық жүрегінен көрсетіп салып, мәнерлеп, мазмұндап көрсетуге тырысты. Абай Құнанбаев 10 тамызда 1845 жылы Құнанбай Өскенбаев жанұясында туды. Бірінші залда оның әкесінің портреті, жас Абайдың образы ұсынылып отыр. Бұл жұмыстардың авторы семейлік суретші Нұрбұлан Нұғманұлы Өтепбаев. Нұрбұлан Өтепбаев портреттер, реалистік пейзаждар, сюжеттік тақырыптардың авторы. Оның шығармашылығының басты тақырыбы ұлы дала тарихы. Тек қана қара мен ақ түстердің көмегімен, соның ішінде ақ ол қағаз, қара туш. Дала тынысын лирикалық сезіммен, дала мен уақыт тынысын ешқандай артық элементтерсіз нәзік байланысында көрсеткен. Оның жұмыстарындағы адамдар табиғат пен үлкен үндестікте. Бұл ақынның туған жері. Ақынның туған жері Шыңғыстау, кең байтақ дала. Даланың әсемдігі көпшілік жұмыстардың кескіндемелік жұмыстарында осы екінші залда ұсынылып отыр. Сіздердің алдарыңызда семейлік суретші Владимир Третьяковтың жас кездегі кеш мезгілін бейнелеген жұмысы. Бақташы асықпай қойларды үйіне алып келе жатыр. Қойларды бейнелеуде ақшыл бояу түстері биік өсіп отырған шөптердің жасыл, қызғылт реңдерімен араластырып, олардың қозғалысын, жұмысқа бір ерекше динамиканы, ерекше ырғақты көрсетіп отырғандай суретші. Ең басты кейіпкер бұл композицияда күннің батып бара жатқан сәулелерінің әсем бояу түстері барлық жерді қоршап өзінің құшағына алғандай сол сезім келеді. Осы даладағы өзгерістер, ауылдың өмірі, даланың әсемділігі не болып жатыр, қандай табиғат, осының көпшілігін, осы жағдайларды Абай өзінің өлеңдерінде айтып кеткен болатын.
Абайдың көп өлең шумақтары екінші салда ұсынылған жұмыстарға қараған кезде есімізге түседі. Жазғытұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі, жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Жазды күн шілде болғанда, көкорай шалғын бәйшешек, ұзарып өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда, шырқырап жатқан жылқының шалғыннан жоны қылтылдап, ат айғырлар биелер бүйірі шығып ыңқылдап, суда тұрып шыбындап, құйрығымен шылпылдап, арасында құлынтай, айнала шауып бұлтылдап, жоғары төмен үйрек қаз, ұшып тұрса зымпылдап. Абайдың дүниетанымы кішкентай кезінен қалыптасты. Оның анасы Ұлжан, тапқыр, шешен, әзірге ұста адамдардан бірі болды. Әжесі Зере оның тәрбиесіне үлкен үлес қосқан адамдардың бірі, бірінші ұстазы болды деп айтсақ та болады. Осы үшінші залда көрменің біз аналардың, жас қыздардың образын, олар немен шұғылданады, соны көрсетуге тырыстық. Анасы Ұлжан мен әжесі Зере Абайға кішкентай кезінен аңыздарды, әңгімелерді айтып, үйлеріне ақындарды, жырауларды жиі шақырып, дастархан жайылып, дастархан басында ән естіп, өлеңдерді естіп өскен болатын Абай. Сіздердің алдарыңызда павлодарлық суретші Ғалым Қаржазовтың жұмыстары. Ошақ басындағы ана, жаз кездегі жылы кеш бейнесі және домбырасын шертіп отырған ақынның образы. Ғалым Қаржазовтың стилистикасы, бейнелеудегі өзінің әдісі, композициясын құрастырған кезінде, не болмаса тұйық, сәндік бояу түстерін алып, формаларды жалпақтап, кілемге жақындатып бейнелеуі халықтың ою-өрнегіне, нақышына жақын. Көшпенділердің өмірі, тұрмыс салты, салт-дәстүрі Кенжебай және Мәлік Дүйсенбаевтардың жұмыстарында бір символикаға айналғандай. Бұнда нақты бізге көзімізге көрініп тұрған бір заттар, не болмаса адамдардың бейнесі жоқ. Бояу түстерінің көмегімен суретшілер интуитивті, ассоциативті түрде бізге өте көп ойларын, маңызды өздерінің философиялық ойларын беріп көрсетуге тырысады. Бұнда барлығы шарт түрде көрсетілген. Сондықтан да біздің көзімізге бір елес ретінде, ымырт кезінде мысалға біз үйлерді, ағаштарды, адамдардың бейнесін елес ретінде көргендей боламыз. Сол сияқты суретшілердің жұмысына қарағанда бояу түстерінің көмегімен біздің көзіміздің алдына тұрмыс, не болмаса өмірдегі осы даладағы қандай өмір бұрын болды, қазір қандай салттар сақталынып қалды, қандай үн келеді деген сондай ойлар келеді бізге. Бахтияр Табиевтің «Әйел мен бала» деген жұмысы ыстық лирикаға толы. Күнделікті тұрмыста көрген сюжетін алып көрсетіп отыр суретші. Бірақ бұл жай ғана әңгіме, тақырыптық қана сюжеттік жұмыс емес, бұнда суретші нақты бір адамның бейнесін көрсету емес, бұл неге біздің апалар, әжелер, аналар, балаларын арқалап, тәрбиелеп, өзін бір ұрпақтан екінші ұрпаққа салт дәстүрді қалай беріп, осы күнге дейін қазақ халқында көп салт дәстүрлер сақталып қалғанын, олардың тәрбиесінің маңыздығы қандай зор, осы жоғалып кетпеген құндылықтың әсемділігі қандай керемет деп соны көрсету суретшінің ең алдына қойған маңызды өзінің ойлары. Айша Ғалымбаеваның «Бауырсақтар» атты натюрморты қазақ халқының қонақжайы жайындағы әңгіме. Суретші көбінесе өзінің жұмыстарында аралас техниканы қолданады. Акрил, гуаш, пастельді араластырып отырып, өзінің жұмыстарына бір ерекше фактура береді.
Оның жұмыстарына қарағанда бізге осы текеметтер, сырмақтар, жүннен жасалынған жұмыстар есімізге түседі. Бұл жұмыста таныс ыдыс-аяқтар, нан, бауырсақ, алынған нәзік бояу түстерінің реңдері және ою-өрнектің көп болуы осы жұмысқа бір ерекше ұлттық колоритті беріп тұрғандай. Үшінші залдағы кескіндемелік жұмыстардың көпшілігі бізге ақынның махаббат лирикасын есімізге түсіреді. Кең маңдай, қолаң шаш, я бір кез, я құлаш, ақ тамақ, қызыл жүз, қарағым бетіңдаш, қара көз, имек қас, қараса жан тоймас, аузың бал, қызыл гүл, ақ тісің кір шалмас. Айттым сәлем қаламқас, саған құрбан мал мен бас, сағынғаннан сен ойлап, келер көзге ыстық жас. Сенен артық жан тумас, туса туар артылмас, бір өзіңнен басқаға ынтықтығым айтылмас. Ең бірінші білімін ауыл молдасынан алғаннан кейін абай кейіннен Семей қаласындағы Ахмет Рези медресесіне оқуға түсуге келеді. Ең бірінші Семейді қандай көзімен көрді, сол кездегі атмосфераны көрсету үшін біз 4-ші залда кескіндемелі графикалық жұмыстармен бірге 19 ғасырдағы Семей қаласының көрінісі бар үлкен фотобаннерді де ұсынып отырмыз. Бұл залда семейлік суретшілер Михаил Беляев, Валерий Книжников, Валентин Кристалюков, Николай Яковлев, Тілеуғазы Байғалиевтің жұмыстары ұсынылуда. Тілеуғазы Байғалиев Абай музей деген жұмысында Ахмет Рези медресесін бейнелеп отыр. Бұл медреседе оқыған кезде Абай араб, түрік, парсы тілдерін біліп, шығыс лирикасын жақсы көреді. Осы кезде ол орыс тілінде таниды. Бірақ оқыған кезінде 3 жылдан кейін әкесі басқа балалардың арасында оны ерекше көріп өзі маған көмекші болады деп ауылға шақырған болатын. Бірақ ол кейіннен Абай Семейге келіп жүреді. Семей оған мектептей болды. Бұндағы кітапханаға келіп жүрген кезде ол Евгений Михайлиспен танысады. Евгений Михайлистің Абайдың өмірінде рөлі ерекше. Евгений Михайлис маған орыстың классиктері Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Писарев, Белинскийлерді ашып маған білім өміріне маған көзімді ашы деп айтқан болатын Абай. Евгений Михайлис жер аударылып Семей қаласына келеді. Бұл ғалым Семейге біздің қаламыздың мәдениетіне, оның өлкетану жолындағы ары қарай жалғасуына өте үлкен үлес қосқан ғалымдардың бірі. Владимир Третьяков, Семей суретшісі, өзінің жұмысында осы үлкен екі достың достығын, олардың Семей қаласының ертіс жағалауында бейнелеп отырып, кішкене төменнен алған нүктені алып, оларға монументалдық баяндап отыр, олардың образына, тұлғаларына. Евгений Михайлистің қызы кейіннен есіне алып айтқан болатын. Кейінірек біз Өскеменде тұрған кезде Абай бізге қонаққа келді. Олар көп әңгімелесті. Кейіннен мен өскен кезде әкем маған айтып кетті, бұл менің талантты бір жақын достарымның бірі болды деп айтқан еді деп есінде алып солай жазып қалдырған екен. Абай 15 жасында тентек болмай, үлкендерден де ақылы асып, өзінің әкесіне үлкен көмекші болды. 20 жасында оның есімі далаға белгілі болып, атағы шығып, білікті адамдардың бірі болды. Өзінің алдына көп сұрақтар қойып, көп жауаптарды іздеді. Оның ойлары, философиялық ойлары, лирикасы барлығы біздің қазіргі күнде көкейкесті, өте маңызды. Қазіргі заман суретшілерінің жұмысына қарағанда көп жұмыстар ақынның шығармаларымен аналогия тапқандай.
Мысалға, қазіргі заман суретшісі Мұңдағұл Нарымбетовтың 94 жылғы пойызда деген жұмысына қарағанда, Абайдың келесі шумақтары есімізге түседі. Бұл азған қу заман, қалпында тұрмайды. Біреу мал ұрлайды, біреу бастық ұрлайды. Аяғында болмаған соң жылауына зорлайды деген шумақтар есімізге түседі. Шынында да 90-шы жылдарды бейнелеп отыр суретші. Ол жылдар бір ерекше ауыр жылдардың бірі болды біздің өмірімізде. Көп адамдар жұмыссыз қалып, базарға шығып, сатуға, біреу ұрлап жатты, біреу өлтіріп жатты. Абай айтқандай, қу заман, азған замандай болып көрінеді, есімізге түсірсек. Суретші үлкен картинасында Қытайдың сөмкелерінің бір бөлігін бейнелеп отыр. Өйткені көп адамдар пойызда жүріп тауар әкеліп базарға шықты. Бұнда нақты адамдарды бейнелемей, жақындап бетсіз, түссіз адамды образын көрсетіп отыр. Оларды жақындатып, адамның басынан дөңкетіп, бастарын үлкен қылып бейнелеп отырып, олардың қайғысын, қасіресін көрсетуге тырысқан суретші. Сонымен қатар бояу түстері бір сондай көкшіл қызғылтпен араласа отырып, соның драмасын ашып көрсеткендей. Абылай Қарпықовтың «Шаң қобыз» деген жұмысына қарасақ, Абайдың келесі өлеңі бізге есімізге түседі. Бала туса, күзетер шілдехана, олар да өлең айтар шулап жаңа. Бұрынғы жақсылардан өрнек қалған, биде тақпақ мақал бар, байқап қара. Туғанда дүние есігін ашады өлең, өлең мен жер қойнына кірер денең. Өмірдегі қызығың бәр өлеңмен, ойлансаңшы бос қақпай елең-селең. Жұмысқа бір қарағанда кішкентай баланың салған жұмысы сияқты. Өйткені нақты сюжет жоқ, барлығы ассоциативті, интуитивті түрде қабылданады. Бірақ бұл жұмыста өте күрделі маңыз мән жатыр. Бір қарағанда көреміз, ағаштың, шаңырақтың, құстың, жануардың бейнесі бар. Бірақ қалғанның барлығы бізге сондай шартты түрде берілген. Шынында да жоғарыда Абай айтып өткендей, біз туғаннан адамның о дүниеге өткенге дейін ән, күй жанымызда. Бала туғанда шілдехана болып, қуанып, сүйінші алып, тойлатамыз, ән болады, күй болады. Адам өлгенде де оны жылап, әнмен қоштасамыз. Бұндағы әдемі жасыл, қызыл, сары бояу реңдері бір түстен екінші түске өте отырып, шаң қобыздың үнін әкеліп тұрғандай. Бұл осы даладағы өмірдің бір бөлегі, бір үзіндісі. Соның күйдің, музыканың, бір әңгімені бояу түстеріне, осы картинаға қарағанда сондай бір елес келеді бізге. Абай өз алдына қойған сұрақтары, іздеген жауаптары бүгінгі заманда өте маңызды, көкейкесті. Оның қара сөздерін оқығанда бірінші сөзінің өзінде қазіргі біздің өмірімізге қалай жақын екенін көреміз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әуретшілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімде қайранмын. Қазіргі заман суретшілерінің көпшілігі жұмыстарында көшпенділер өмірін, табиғатпен бірігу тұтастығын, сызықтардың ырғағымен, формалардың шарттылығымен ашуда. Суретшілер көркем образдар, дала өркениетінің рухани құндылықтарын кенеп-кеңістігінде өзіндік ерекше стильмен, ерекше лирикалық сезіммен ашады. Абайдың әлемі мен жолы атты көрмеміз ақынның лирикасы мен философиялық ойлары мен кескіндеме және графикалық суретшілердің жұмыстарымен бірге отырып, бізді әділеттілікке, жақсылыққа, даналыққа